Туған жері Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегі. Шыққан тегі Ұлы Жүз Шапырашты тайпасының ішіндегі Екей руы. Отбасылық тарих бойынша Жамбылдың анасы Ұлдан, Жамбылдың атасы Ыстыбайдың ауылы шапқыншылардан қашып жүрген кезде босанған. Жамбыл қазіргі Отар станциясының солтүстік шығысында, Шу өзенінің жоғарғы жағында дүниеге келген. Ол туған таудың құрметіне Жамбыл деп аталған. Жамбыл Жабайұлы қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, 20 ғасырдың Гомері, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы. Жамбыл домбыра ойнауды ерте жасынан үйренді. Тіпті кейін оны ақын құрдастарының арасынан ерекшелей бастады. Бала Жамбыл шежірешілердің, ру мен тайпалардың шығу тегі, өткен заманның көрнекті тұлғалары туралы әңгімелерін тыңдап өсті. Жамбылдың ең жақын ата-бабаларының арасында ақындар да, әншілер де болмаған. Есесіне, оның анасы Ұлданның ағайы қанадан танымал музыкашы және композитор болды. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ақ байқалды. Ол бозбала шағында өскен ортасын ән мен жырға бөлеп, даңқы көршілес қырғыз еліне де тарады. Жамбыл атақты ақын Сүйінбайдың шәкірті болды. Ол көп жылдар бойы ұстазымен бірге жүріп, оның айтысын тыңдап, ақындық шеберліктің тәжірибесін үйренді. Жақсы сәтте, сәттілік сенімен бірге болсын, ұлым. Адамдардың жадынан шығып кетпейтін, қуана есте сақтайтын өлеңдер шығар. Шындық туралы айта отырып, әділеттілікті жырла, басқалар салып кеткен жолмен емес, айналада болып жатқандарға қарап, біліп, өз жолыңды тап. Хан қазынасынан гөрі жаның бай болсын. Жамбыл 20 жасында ауыл-ауылды аралап, ақындығын таныта бастайды. Сол сапарлардың бірінде ол сұлу бұрымды кездестіріп, екеуі бір-бірін сүйеді. Алайда бұрым басқа жігітке айттырылып қойғандықтан, салт бойынша соған тұрмысқа шығады. Бұл жағдай Жамбылдың жүрегіне ауыр із қалдырады. 1875 жылы Шапырашты руының беделді адамы Сарыбайдың асына көп халық жиналды. Сол жиында Жамбыл қонақтарды өлеңмен қарсы алып, Сарыбайдың ерлігі мен Шапырашты батырларын жырлады. Бұл оның халық алдында алғаш өнер көрсетуі еді. Тыңдаушылар оны Сүйінбайдан кем емес ақын деп бағалады. Сүйінбай ақынның қорғаны болған Қызыл жолбарыс жыр алыбы Жамбылға ауысқаны туралы ел аузында аңыз бар. Осылайша жыраулық қасиет Жамбылға жұғысты болады. Танымал дала ақындары Жамбылды өздерімен тең, поэтикалық шеберлігі жоғары ақын ретінде құрметтеген. Оның шығармашылық өміріне үлкен әсер еткен оқиғалардың бірі Шөже мен Шашубай ақындармен кездесуі. Солар арқылы Сарыарқа ақындарының әндерін және Асан қайғы туралы аңыздарды естіп, кейін бұл аңыздар оған Өтеген батыр поэмасын жазуға шабыт берді. Жамбылдың шығармашылығында Сұраншы батыр поэмасы да маңызды орын алады. Бұл шығармада қазақ халқының қоқан шапқыншылығына қарсы күресі бейнеленеді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Жамбылдың Ленинград тұрғындарына арналған өлеңі үлкен рух беріп, радио арқылы таратылып, қала қабырғаларына ілінді. Оның шығармалары көптеген тілге аударылып, әлемге танылды. Жамбыл кеңестік дәуірде халыққа кеңінен танылып, Қазақстанның ең беделді ақындарының біріне айналды. Ол 1938 жылдан Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің депутаты болды. Ұлы жырау Жамбыл Жабаев 1945 жылы 22 маусымда 100 жасқа толуына аз уақыт қалғанда дүниеден өтті. Жамбыл Жабаев халық рухын жырлаған, елдің мұңы мен қуанышын жүрегімен жеткізген ұлы ақын. Оның шығармалары өткен мен бүгінді жалғап, ұлттың рухани байлығын әлемге танытты. Жамбыл мұрасы мәңгілік құндылық.